Адам өміріндегі ең басты құндылық ол отбасы. Ал бақытты отбасының құпиясы дәмді торттың рецепті секілді. Ең алдымен торттың қабырғалары мықты болу керек. Ол мен үшін үйдің отағасы. Жақсы әйел кез келген ерді мінсіз ете алады. Бастысы артық кетпесе болды. Ал біз әйелдер крем сияқтымыз. Нәзік, жұмсақ, тәтті болуымыз керек. Бірақ майлы емес. Егер осы рецепт бойынша әрекет етсе, тату тәтті отбасы болады. Міне, тортымыз да дайын. Бірақ кейде дәмді торттың өзі бір нашар ингредиентпен бұзылуы мүмкін. Саған не болған? Жоқ. Аспандағы айман едім. Қайырлы таң, жан. Қайырлы таң. Ал бүгін неше жасыңды тойлаймыз? Жаныма менің жасымды шашыма қарап білсең болады негізі. Шашым шампуньнан түсіп жатыр ғой. Иә. А так, жас көрінесің. Ә? Осының барлығы менің сұлуды әдемі көрікті әйелімнің арқасында. Сол әйеліңе бүгін уақыт бөлмейсің, иә? Жан, жұмыс қой енді. Маңызды командировка, түсінесің ғой. Музик. Бастығың да қызық. Былтырды осы күні командировкаға жіберген. О, қайырлы таң, қызым. Динок, мынау не киім? Осылай мектепке барайын деп жатсың ба? Не болды? Ақ пен қара болса болды емес пе? Болды емес. Бар да жұрттың қыздары сияқты дұрыстап киін. Подарок уже келіп қойды ма? Ya, Пап, ben de körgönüme öte kuanıştımın. Ата! O kulum. Aynalayın. Туған күнге арнайы келдіңіз бе? Әрине. Енді жалғыз немеремнің туған күнінде қалай мен енді үйде жата аламын ба? Вообще-то папаның туған күні. Ето ертең. Білем. Сондықтан 3 пенсиямды жинап, әрең жеттім. Әйтпесе бір пенсиямен жете алмайсың ғой. Рахмет. Атау, Иә. қанша күнге келдіңіз? 1 күн, 2 күн, 3 күн. Жәке, нең бір еді карта ойнап? Не болды ол, отылдың? Енді қайда барсың? А? Бір ай, жарты жыл, 1 жыл. Берік, мен сенімен шығайын, иә? Маған тортты жеткізу керек. Алия, менің уақытым жоқ. Курьер шақырсашы. Мен бармын ғой. Мен апарып тастайын. Иә? Онда тұрған не бар? Иә? Осы сіздің қызыңыз түсінбеймін. Мен
жұмыс жасаймын, ақша табам. Ештеңеге мұқтаж емес. Не кием, не ішем демейді, бәрі бар, Құдайға шүкір тәуба. Енді рахаттанып, бір демалып жүрудің орнына өз-өзін шаршатып, күн демей, түн демей торт пісіріп жүр міне. Осының барлығы не керек деймін бе? Хобби ғой, хобби. Адам баласы жұмыссыздықтан да шаршайды. Енді бар ермегі осы болғаннан кейін не істейсің енді? Қиналмашы енді. Рахмет, пап. Той, яптыны кім, не бұл? Кет жерме қарай. Пап, тепесеңіз, мысық қой. Енді бірінші өзі ғой енді маған. Жармасқан. Мам, Мурзик аяқты киімді бүлдіріп тастаған. Енді не істеймін? Вот, Мурзиктің өзі осы киімге қарсы. Басқасын кейін не деймін енді? Жан? Ертең сізді ерекше сыйлық күтіп тұр. Кешікпеңіз. Бұл енді бөлек әңгіме. Ой, привет. 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 Қалайсың? Жақсы. Ну, қыздар, жақсы, мен кеттім. Жаным, монтоварка бере тұршы. Е, жүр. Сәлеметсіз бе? О, сәлеметсіз бе? Тортың әдемі екен. Рахмет. Сіздікі де. Заказ ғой? Сенікі де заказ ба? Мынау достарыма. Достарым, таныстарым. Сенің достарың таусылмайды екен. Күнде тәтті пісіресің де жүресің. Мынау әдемі торт сізге. Қызым, анау ауылдағы үй бар ғой, соны... Пап, ақын айдаңыз, торт бар ғой. Соны үйді... Ептінікі! Көзге қарамайсың ба? Міне көрдің бе? Осындайлар меге? Адамға не күндіз жол бермейді, түнде ұйқы бермейді. Ептінікі! Пап, не мынау? 2-3 күнге неге сонша киім алып алғансыз? Енді... Мынау қызым, мынау енді ескі машина ғой енді. Жолда тұрып қалуы да мүмкін. Бұл менің енді екінші үйім ғой. Алло? Иә, жолдамыз. 15 минутта боламыз. Не істейміз? 15 минут так, 15 минут. Жүр қызым. Вау, қандай әдемі торт. Барымызды салдық. Рахмет, сіз де әдемісіз. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Тортымыздың дәмі любой той жиынның сәні. Бәрі мақтайтын болады. Әрине, бәріне жетсе. Рахмет сізге. Деген керемет қой негізі. Қанша жыл жұмыс істегенмен? Уже 2 года как работаю здесь. Қазір. Жүріңіз.
Блин, ивент студияда жұмыс істеген кайф екен. Неше түрлі жұлдыздар, әншілерді көресің. А еще печенье жасайтын жерді білем деп бәрінен ақша жинап алдым. Жақсылап жасап бересің ғой, Әлия, ақшам бермеді деп ренжіп тұрсың ба? Блин, беретін едім, просто жаратып қойдым көйлекке. Әлия, не болды? Берік маған измена жасады. Серьезно? Блин, осындай кезде еще саған печенье жасатып қойдым. Ештеңе етпейді. Бұл мені тыныштандырады. Не ғой, онда соленый емес жасайсың ғой, Блин, жарайды. Жезлешка саған қалай измена жасап жүр? Кіммен? Білмеймін. Да какая разница кіммен? Барып шашын жұлу керек. Или басқа жерін. Солай емес пе, Камила? Конечно, вообще кешіруге болмайды. Ой, ладно, қыздар, мен кеттім. Сіз не болғанын айтасыңдар ғой. Мен ашам. Кешіріңіз кешіккеніме. Бір Рафикке мынау жынды шалым соғысып қала жаздадым. Жақсы болды кешіккеніңіз. Уже керек емес. Әлия, көріп тұрып ештеңе істемедің ба? Сен сатқындықты жек көретін едің ғой. Хотя бы қыздың түрін көріп алу керек еді. Че там? Дайын болып қалды ма? Әлия? Дайын болып қалды ма? Иә. Осы курьер түгілі маған сенбейтінен таң қалам. Өзім алып келетін едің ғой. Үйде отырғым келмеді. Хотя бы көйлек киіп келмедің бе онда? Несі жаман? Әп-әдемі киім. Ну, я бы не сказала. Считаю, что в этом году очень неплохо поработали. Нурбек, сколько в этом году? Ну, не істеп жүр. Кім? Премия, в общем, все дела, как все как. Айдос па? А что сен оны танисың ба не? Айдос ше. Баяғы. Серьезно? Анау мен жеп қоятын шоколадтың ортасына сақина салып қоятын жігіт па? Шынымен де көйлек киюге келді. Масалта, кеттім. Жүр. Бәріне сәлем. Әлия, сәлем. Сәлем. Сендер бір-бірін танисыңдар ма? Әлия менің әпкем. Сонда, тоқта, кезінде мен берген сыйлықты... Жарайды, мен кетім керек. Тоқта. Салтанатпен бірге отырмадым ба? Келген енді о. 15 жылдан кейін. Я, Әлия, кішкене қалмадың ба? Сәл ойынды сергітіп, демалып. А то бәрібір ешкім күтіп отқан жоқ үйде. Торттан басқа. Жүр, кеттік, отырайық. Ja. Есінде маған машинасын алған кезде таңғы сағат 6-ға дейін жүргенімізді. 4-ге дейін. Есінде болып тұр ғой. Сен мен машинем деп өзінше бол едің ғой? Мен сол кезде мақтанады деп ұялғаным ой. Негізі мақтанатын машина емес. Біз басқа жерге баратын болдық. Сіздер ше? Жоқ, мен қазір үйге қайтам. Онда мен де қалам. Мен кеттім. Үйге жеткен соң хабарласып, окей? Сол. Жалпы, қалай? Семья, жолдасың қалай? Жаман. Официант, можно мне вина? Официант, повторите. Керек емес.
Ария, сен мас болып қалдың, саған жетеді. Сен немен көтере алмайды деп тұрсың ба? Сонымен қайда барамыз? Қайсы. 4 рет айландық қой бір жерде. Аға, не? Барасақшы, любой бір гостиницаға барасақшы. Динок, тұрып қойдың ба уже? Сен қайда болдың? Магазиннен келе жатырмын. Онда неге ештеңе алмадың? Нан алайын деп едім, білмеймін, кешегі ма қатып қалған. Сен үйде қонған жоқсың ғой. Әже есік ашық тұр. Салтамен бірге болдық. Әлия? Не? Я аздап ішкенмін кеше. Соны көрмесін деп енді келе жатым. Аздап ішкен енді осы болса. Вау. Туған күн деп осыны айт. Ештеңе айтқың келмей ма? Сенші? Құттықтағың келмей ме? Тойлап келген сияқтысың ғой. Так. Түсінбедім. Қонақ үйде айдың. Мәссаған. Біліп қойдың ба не? Кім айтты? Ой, бір сюрприз жасай қойын деп едім. Жарайды. Ақыр біліп қойған екенсің. Бұл не сонда? Сертификат. Командировканың алдында қонақ үйге барып екеумізге президентский люкс алдым келесі аптаға. Енді туған күн тойлаған жоқпыз, дұрыстап атап өтейік деген ниетпен. Дәл осылай сюрприз жасағым келген саған. Жарайды, мен барып жуынып білейін, жолдан шаршадым. Сюрприз де. Сонымен, не болды? Не дейді? Ештеңе болмаған екен, мен қателесіппін. Қалай ештеңе болмаған? Басқа біреумен гостиницада жүрсе. Ичо, сен соған сеніп қалдың ба? Ол екеумізге номер алыпты. Туған күнге. Мен не білдірдім? Тағы не болды? Жай Беріктің сыйлығын пішін шығардым ғой. Қазір. Жарайды, көкөз. Мен кеттім. Кешке келем, окей? Сөйтіп үйге көзім, не пышақ қайралмаған. Не ана душтың кран жасалмаған. Сосын маған бір ой келді. Осы үйде өзі еркек бар ма, жоқ па деген, а? Бар. Құдайға шүкір. Бірақ ол еркектің жұмысы бар. Анау, бөр азығы мен ер азығы түзде дегендей, менің жұмысым сыртта.
Анау сырттағы есіктің бар ғой, ручка жасамайды. Болса да сыртта жүрсің ғой. Айтпақшы осындайда қазақта қандай мақал бар еді өзі, иә? Сұмдық мақал бар, керемет. Пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деген. Енді сый қылсаңыз, сыпыра жасаңыз барлығын. Ай, батшағар, сөз тақпанға қолқа жоқ деген. Келістік. Блин, Алия, мынау салатың қандай дәмді, а? Аты қандай? Мужской каприз. Өзіңнің рецептімен жасаған сияқтысың ғой. Жоқ, беріктің. Ненің қызым барлығында түрлендіріп, гүлдендіріп жібереді ғой, қызым. Все, ары қарай үлкендердің әңгімесін тыңдай алмайды екем. Қарным тойдым. Миржон. Динок, қайда қазір торт жейміз? Жарайды, бара берсін. Бара ғой қызым. Рахмет, пап. Үйінші. Тамақ отырыңдар, балдар. Я. Әңгіме айтыңыз. Енді әңгіме болғанда... Кешіріңіздер, мен қазір келем, я? Сол? Тамақ алыңыздар, я. Салмаймын. Жанарыңда жұлдыз жанғанбыз, ғашық едім мен жалғыз. Бір өзіңе, мінезіңе, білесің бе, көпірлерін бұзып баранның, кеттің бірақ сен жаным. Тастап мені мың бір мұңға, суындың ба. Менің ойым әні тек сенде, мейлі алыс кетсең де. Болып елес, болып елес, болып елес. Әлия, сені жын ұрған ба не? Жоғал деймін. Алия, Мужской каприз. Онайды қосам. Еще беріктің рецептімен. Сен тыңдашы мен саған дұрыстап түсіндірейін. Может быть, дұрыс түсінбедім. Бірақ дұрыстап көрдім. Өмірінде бір рет еркек құсап ойыңдашы дегенім. Хотя сен уже еркек емес. Сен бәрібір менсіз өмір сүре алмайсың. Ертең ақшаң біткенде өзің-ақ хабарласасың. Сау бол. Сені шексіз sevмесем, ойлай алмай жүрмесем. Бір мүмкіндік берсе тағдырым. Берік дұрыс айтты. Мен отбасымды жалғыз өзім қалай асыраймын? Динок ше? Көкөз, ты чё? Жалғыз басты болып отбасын асырайтындар қаншама. Сенің қолынан келмейтіні жоқ. Осы тортынды сатып ақ күн көресің. Тем более, үйінде ИП ашып алып, байып жатқандар қаншама таныстарым бар. Так что қорықпа. Алло, Айдос Досайлы? Алияны? Не үшін алдым трубканы? Алло? Айдос, кеше болғанды ұмыт. Енді хабарласпашы. Сонымен? Ештеңе айтпайсың ба? Айттым ғой. Кеше үйде қонған жоқпын. Айдоспен отырып көп ішіп қойдым. Ары қарай есімде жоқ. Гостиницада оянғам. Сонда папа сол үшін кетіп қалды ма? Динок, сен дұрыс түсінбедің. Динара. Динара! Динок! Әлия Таттыбаева.
Үйіңізде заңсыз кәсіппен айналысқаныңыз үшін сіздің үстіңізден арыз түсіп жатыр. Жалпы кондитерскиймен айналысқан адам налог төлеу керек екенін білетін шығарсыз. Берік дұрыс айтады. Мен отбасымды жалғыз өзім қалай асыраймын? Мен қолымнан не келеді? Торт пісіру. Қазақстандағы ең тәп-тәтті сериалдың жаңа бөлімдерін Unico Play онлайн кинотеатрынан көре аласыздар. Сілтеме төменде. Ал мен кеттім. Бизнес ашам. Сүйгенді сүй, сүймесін естейм, күйгенге күй, күймесін естейм, жалыныңа. Әсіз болған ыстығы онда. Әр саланың кішігірім құпиялары болады. Мысалы, кілегейді салқын кезде араластырған дұрыс. Сол кезде уақытты да үнемдейсіз. Ал қамырды миксермен емес, ағаш қасықпен араластырған кезде жұмсақ әрі бір текті болып шығады. Сені сүйген жанды сен сүймей қызығы өтіп барып өмір жыр. Осының барлығын үйренсеңіз, үздік кондитер болуыңыз мүмкін. Бір жағы сүймейтіндер бол. Ал үздік ана болуды өмір бойы үйрену керек. Өйткені бұл жерде ешқандай құпия да, рецепт те көмектеспейді. Давай, Динок, алшы трубкаңды. Қалай қызым? Бизнесті бастайтын болыңдар ма? А? Бірінші ипа ашу керек. Ипа. Ипа Тәттібаева. Керемет, а? Атаңның атын шығаратын болдың. Иә. Алдымен клиент табу керек. Не бопты? Табамыз. Қасыңда мен бармын ғой, а? Айтпақшы пап, сіз таразға қашан қайтасыз? Қасында мен бармын ғой десем, қайда қайтқан? Қызымның мынандай жағдайда мен қалай жалғыз тастап кетем, а? Ондықтан бір үйге бір еркек керек. Пап, Берікті көрдіңіз. Тоқта қызым. Сен маған күйеу баланы жамандама. Ертең сен оны кешіріп табысуларым мүмкін. Ал енді мен сол Беріктің жаманшылығын естісем, жек көріп кетем. Сондықтан сендер менді бұл іске араластырмаңдар. Жарай ма? Жарайды, папа. Мен кетуім керек, холодильникте тамақ бар. Алло, Көккөз, саған жақсы жаңалығым бар. Бір кондитер бар еді, сол ауырып қалыпты. Мен врач емеспін ба? Сол кондитер свадебный торт жасау керек болған. Енді оны біз жасаймыз. Мен үлгірмеймін салды. Мектепке Динараға бара жатырмын. Алия, сен олардың қанша төлейтін білсең, Динара деген қызым бар екенін ұмытасың. Так что жасаймыз, үлгереміз. Бағана су сұрап едім, чөт суда жоқ, сүт те жоқ екен. Әзілдеп жатқаным ғой. Су сұрасаң сүт берейін, қайран жегем деген әңге. Иә. Міне. Тойда өтетін әзілмейді. Так, Салтыш, мына кісілер декорды таңдап болғаннан кейін есік жаба салып, кілтті орнына қоя саласың, окей? Так, пока. Дос айлы, мынау құжаттарға қол қою керек, кварталдық отчет. Сосын. Мына жер неге жап-жарық болып кетті десем, сен отыр екенсің ғой. Саған не керек? Маған сен керексің. Қатты асығыс емессің ба? Асығыспын. Асығайық. Не істейміз соза беріп? Үйленейік, табысайық, балалы шағалы, өбірлі-шүбірлі болайық. Тем более менің анама сен сияқты сұлу келін керек. Блин, бүгін кеш болып кетті. Давай ертең таңғы салқынмен. Менің жүрегім ертеңге дейін жалғыздыққа шыдамайды. Тұрған,
Мына өтпейтін подкаттарына өзің шалынып қалмашы. Как-никак сен бізге әлі керексің. Өйткені бүгін мына студент сен жабасың. Неге мен жабам? Мен баратын жерлерім бар. Мысалы, қандай? Өтпейтін подкаттар курсына ма? Дархан, кете берейінші. Жарайды. Жалғыз алам, проблема емес қой. Рахмет. Иә. Что там, брат? Бітті ма? Басқалар бар ма? Динок, сәлем. Мынау саған эклері. Ұнамайды ол маған. Неге? Жақсы көретін едің ғой. Сен де бұрын папаны жақсы көретін едің. Түнде қайда болдың? Үйге келмейсің ба? Барам. Тек киімімді алып кету үшін ғана. Динара. Біз кеше маманыкінде қондық. Берік, маған все равно. Қайда қонатын? Әлия, рахмет саған. Динокке өтірік айтқаның үшін. Динок негізі маған емес саған ереніп жүрген сияқты. Осылай істеген дұрыс болады, өйткені біліп қойса екеумізге де ренжиді. Түсінесің ғой? Динараға. Рахмет. Қайда жүрсің, көп күттім ғой? Кілтім де жоқ. Мектепте. Динара әлі ренжіп жүр. Неге шындықты айтпайсың оған? Әкесі айтпаса, мен де айтпаймын. Всем привет. Мен кететін болдым, басқа жақта бола тұрғам дұрыс шығар. Ада, блин, Берік болмаса қызық емес па? Қалмадың ба тағы? Бір женатый мужчина келетін шығар? Айдарадым. Рахмет, кетті. Торт сатып алдың ба? Иә. Мына не, сүндет ойнап бара жатсың ба, жоқ әлде басқа бірдеңеге бара жатсың ба? Жоқ, сүйетін қызыма апаратырмын. Сүйетін қызыңа ма? Иә. Мына нәрі кеткенде бар ғой. Ажырасар кезде апаратын торт. Құдай сақтасын, ақсақал, не айтып тұрсыз? Жоқ, мен саған жаным ашып тұрғанын айтып тұрмын. Айтпақшы, мен мынандай торт пісіретін жерді білемін. Керек болса, мен саған телефонын жазып берейін, а? Әкел. Қолында кел, қолында кел. Ha? Daydaradam aydarayda. Daydaradam. Na. Ұялмайсыз ба? Менің клиентімде нең бар? Нені айтасыз? Бәрібір менің тортым әдемі. Әрине, сөз жоқ. Бірақ енді әдемілік ол уақытша ғана. Оған сіз мінекі дәлелсіз. Мына әдемілікті, мына драндулетіңіз құртып тұр. Солай ма? Ал мен байқамай қалдым. Мына машинаны дворға парковать етуге болмайды. Аха. Көзің құртпасаң, полиция шақырам. Ал бұл дворда шәңкілдеуге де болмайды. Бірақ мен ешіңдеп тұрған жоқпын ғой. Мыстан. Сен істеп тұрсың ғой, мына менің машинамның не кінәсі бар? Мыстан. Көшіп бара жатырмын дейді ғой, как будто сен соған қуануың керексің. Минус бір конкурент деп. Туй, Мурзик. Давай салды, тезетейік, уақыт жоқ. Уақыт демекші. Мен саған айттым ба? 15 емес 25 килограмм екен. Салды, жындысың ба сен? Чо?
Қалай үлгереміз? Оған 15 сағат керек. Бір тұтқа бола ма? Ой, ладно. Не істеймін? Магазиннен алдыртайын онда. Магазиннен өздері алады. Отмена жасайын ба? Жоқ. Бұл біздің бірінші клиентіміз. Отмена жасау жаман ырым. Сондай ырым бар ма не? Үлгереміз ба? Үлгереміз. Екінші духовка болса. Алдыртамыз ба? Менде Камиланың кілті бар. Ол саған үйдің кілтін, сен оған күйеуін тапсыратында не деген сыйластық десеңші? Прикол ғой. Алия, саған сама иронияны үйрену керек. Сонда бәріне жеңіл қарайсың. Ну, в принципе, все справедливо. Ол сенің күйеуіңді, ал сен оның печкасын қолданасың. В данный момент пеш қымбатырақ болып тұр ғой. Не болды? Ай, бір жағын жөндеп жатсаң, екінші жағын құртып. Ой, сен де бір. Тышқан бір жерін қарап, жара деп дегендей. Орнында сен мынаны жөндесеші, мына үңірейіп тұр мына. Әй, ол естелік. Бірінші ДТП-дан қалған. Бәрін құртып тұрған мынау ғой мінеке, мынау. Енді аулада жүрген балалардың бірі сысып кеткен. Сызар кезде баланың өзі ойланады ғой, а? Ал анада торғайдың миында ми жоқ қой. Кімді айтып тұрсың? Гүлжанды айтамын да. Гүлжан? Гүл емес ол, тікен. Кім деп сұрайды ғой менен? Ей, осыны бәрі сен қарау керексің ғой, а? Енді қарап жүрміз ғой енді, не болды? Сен жай қарап жүрме. Сенің осының бәрі қорға. Қара. Саған алмаған шубаларды мынаған алып беріпті. Мен шубаға қарсы екенімді білесің ғой. Жануарларды қорғау керек. Беріктен басқа. А еще алтын күмістердің бәрін жинап алыпты. Салта, мен үйдегі тортқа бар келем, сен Кармелге қарашы, ма? Жарайды. Қозғалма! Тыңдаңызшы, біз жай ғана торт пісіруге келдік. Ханымдар, қайталап айтам. Бізге сигнализация қосылды. Біз өз жұмысымыз істеп жатырмыз. Жүріңіздер, отделениеде шешеміз. Не болып қалды? Маған диспетчер хабарласты. Сіз кімсіз? Осы үйдің иесі. Фамилия, имя, отчество. Камила Саматовна. Удостоверение бар ма? Камила Саматовна. Значит так, мынау кісілер сіздің үйіңізге ұрланып кірген. Қолдарында непонятный пышақ, жүзік, сырға, ау, мау. Ұрланып емес, бізде кілт болған. Я, мен кілтті негізі өзім бергем. Давайте пить, я? Сізге за ложный вызов кешіріңіздер. Жақсы. Кешіріңіздер тағы да. Жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Камила, бізге пеш керек еді. Иә. Үйінде салқын екен. Құлағымда. Тоңып қалды. Нормально все. Алия, сен кешірші мені. Пешті өшірдің ба? Карамель. Қара. Аташым қадырып отыр. Шерші барайық. Уважаемый. Оу. Сізге көлік мына жерге қоюға кім рұқсат берді? Мына көлік пе? Иә, осы көлік. Жоқ, бұл менікі емес. Жаңа өтіп бара жатып көріп қалдым да, содан кейін жаңа сен сияқты менде солай деп айтайын дегем. Түсінікті. Онда эвакуатор шақырамыз.
эвакуатордың не керегі бар? Не күтейік те ессін. Жо, түсінем. Әрине, сендердің қолдарын тимей жұмыс. Айтпақшы, мен күтейін. Жаңа сендердің айтқандарын мен оған жеткізем. Жоқ. Осы жерде шешуіміз керек. Біздің жұмысымыз осы. Енді Эвакуатор шақыр. Ой, яптарына кей, мұна менікі екен ғой. Байқамай қалып, мұна менің памятім шамалы нашарлап кеткен ғой. Қазір жігіттер, мен қазір алып тастайын. Уважаемый. Ау. Штраф туралы ұмытып кеттіңіз бе? Штраф? Штраф. Енді штрафты... Жоқ, штраф ұмытқан жоқпын. Қазір. Сіз балық көп жесеңші, память жақсартады. Я. Жақсы ағасы. Жақсы, балық. Яптан аға. Осының бәрі сен ғой істеп жүрген, а? Жарайды. Көреміз әлі. Мен бәрін жөндеп берем. Ремонттың и замоктың ақшасын төлеймін. Да ладно, ничего страшного. Мен бәрібір көшейін деп жатырмын ғой. Кешір. Керек емес деп андай щедрый болмай қош, жарай ма? Бәрібір саған бәрін берік алып берген шығар. Все, мынау соңғысы. Мұндай қиын болатын білгенде бұл заказды алмайтын едім. Сен олардың қанша төлейтінін білесің ғой. Иә. Динара? Динок, қайда бір жатсың? Сен үйің осы ғой? Жекен. Оу. Ананы істеген сен ба? Қалай мен қоланырым, а? Полиция шақырған өзінен көрсін. Негізі полиция емес. Охрана агентство ғой. Ана 56-шы квартираға шақырған. Оны бірақ Гүлжан шақырған жоғын. Яптын екен, неген деме өтсің сен, я? Тек көшесің ақшалы бұл жерде. Көзіме қарай мән қарайды ғой судар шыққан, суды рахмет. Сапты яптын екен. Охрана мен полицияны ажыратамайтын колхоз, совхоз, отделениесің сен. Болды. Дайын. Ауырын-ай. Папама апарады ма десем? Ай, ол кісілердің өздерінің көлерлері бар екен. Алып кетеміз деді. Стай тұр. Алыш. Енді бір жақсы ұйқы болса.
Жоқ. Динара, хотя бы тамағыңды ішіп шықшы. Блин, дайындап берейін ба? Блин, тарчы қолыңды. Эй, Сартышқан, сен мамамен қалай сөйлесесің? Не? Сен тұрмақ, мен онымен олай сөйлеспеймін. Тіліңді тарт. Салты керек емес. Қалай керек емес? Сен емес, әкесі измена жасаған білсін да? Не деп тұрсың сен? Сен 18-ге толмасан да, бүгін саған рұқсат. Мә. Енді не дейсің? Сол, Алия мен Айдостың араларында ештеңе жоқ. Олар просто студенттік кезден бер достар. Маған неге ертелік айтпадыңдар? Әкеңді жек көрмесін дедім. Жек көретінді істеп тұр ғой. Зато кімнің кім екенін білдің. Маған әкеңнің емес, сенің кеткені ауыр тиді. Енді солай қорқытпашы. Оу, не қып дорамы болып жатсыңдар, а? Шашым түсіп бастаса да, әзілім әзірше орнында. Ой, я, тәнекі. Қортындаш мына мысықты. Морзе кіс-кіс. Ойыншығы қайда кеткен? Мам, бірдеңе айтсам ұрыспайсың ба? Жұмыскерлерге жалынды сәлем. Гүлдей жайнаған Гүлжамын ау сізге. Ал енді терезеңізді аттестатымен жуып берем. Сіздің бұндай өнеріңіз бар екенін неғып ертерек айтпағансыз? Как раз ана үйде бір-екі жер боялмай қалған. О, мына қандай керемет аққу, а? Міне, өнер де осыны айт. Сіз бе жасаған бұны? Жоқ, конечно. Көмектесті. Кім? Мынау ма? Не мынау ма? Тым істемейді дейсің мені. Көрдің ғой мені. Қандай аққу жасап қойдым мен. Бақ, а? Ой, мақтаншақ. Мен қазір осы аққудың орнында қазір мен қадап кетемін. Жәке? Не, Жәке? Жәке? Қазір мен екеуіңді қос аққуды. Жәке? Не? Жәке? Не істеп жатсыз? Баса бана аққуды. Тоқтаңыз! Жібер деймін саған. Жекен, мен қайдамын? Ана жақтан ба, осындан ба? Осындасың. Ол жақтан мынау сен сияқтыларды қабылдамайды. Ойыншық жоғары бөлігінде. Білдіртпей, алып тастауымыз керек. Қалай аламыз оны? Құрметті ханымдар мен мырзалар, назар аударыңыздар. Тойдың ең басты сюрпризі тортты қарсы алайық, орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Торт! Ол сюрприздің ішінде тағы сюрприз бар екенін қайдан білсін, иә? Иә, бизнесіміз басталмай жатып, тоқтайын деп жатыр ғой. Жүр отырайық. Здрасте. Ұлттық күрес командасы алға. Итак, бізде аукцион. Аукцион ол торттың ең алғашқы кусогында. Кім мәрт, кім жомарт, қаншасын алыстыр, бірге тамашалайық кәне. О, как раз ұтуымыз керек. Оны ұтудың бірақ қана жолы бар. Ол би жарысы. И то мен ортаға шықсам. Қандай ойын болса да, біз ұтуымыз керек Салта. Сонымен, ең алғашқы суға. 5.000 теңге. 10.000 берем. 10.000. О! 20.000. 20.000 теңге қабылданды. Мұнда не істеп отырсыңдар? Айтпақшы, торт рахмет, күшті болды. Не істеп жүрсің? Енді біз ғой ұйымдастырып жатқан бұл тойды. 25.000 теңге. 30.000. 30.000 теңге. Сонымен торт қалыңдыр жақта қала ма екен? Әлде қосатындар бар ма? По-любому ұтуымыз керек. 35. 40.000. 40.000 теңге.
45. 45 мың теңге. 50 берем. 50 мың теңге. 60 мың. 60 мың теңге. 60 мың теңге бір. 65. 65 мың. 65 мың теңге. 70. 70 мың теңге. 80 мың. 80 мың теңге. Қосатындар бар ма тағы? 80 мыңға сатамыз ба әлде? 100 мың. Тамаша. 100 мың бір. 100 мың екі. 100 мың теңге үш. Сатылды. Келіңіздер. Торттың иелерін ортаға шақырайық. Келіңіздер. Құрметті қонақтарымыз. Торттың иелері. Шақырып жатырмыз. Келіңіздер. Осы күнге дейін мен көрген ең қымбат торт осы шығар. Құтты болсын. Мен де солай ойлаймын. Тоқтаңыз. Сізбен танысайық. Қай жақтан келдіңіз? Жігіт жақтан. Жастық жалын асыл арман ақ ниет, бақыт сыйлап ұсынып төгілдерін. Енді түсіндіресіңдер ма, не болған? Жеп көрсеңші, как-никак сонша ақша құрттыңыз ғой. Міне, тап-таза. Әкешемен бояған күні кір болатын. Сіздің де дөңгелеңіз жаңарып қалды. Рахмет. Қазір кешіріңіз. Е қоя тұрайық. Мінекейіңіз. Алло, кім дейсің? Кешегі бала ма? Жоқ. Мен емес пісіретін. Менің қызым пісіреді. Мен қазір саған телефонын берейін. сезіммен дара теге келмес ғана билейік бар жаныма кел. Рахмет, жеткізіп тастағанына. Оқаш. Иә, қонақ үйге емес, үйге жеткізіп тастағаныңызға рахмет. Да ладно, я шучу. Мен де жеткізіп салыңызшы, окей? Айдос жаңағы торттың ақшасын кейін заказдан қайтарып беремін. Әлия, еш нәрсе етпейді. Сосын асықпай өзім пісіріп берсем болады. Бірақ ондай қымбат торт пісірсен, мен сіз пісірші жарай ма? Жарайды, кеттім. Алия сумкасын ұмытып кетіпті. Алия! 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 Сумканы ұмытып кеттім. Рахмет. Алия, мен түсінемін саған қазір қиын. Бәрін түсініп тұр. Оның үстіне тағы да қандай да бір ауыртпашылық істегім келмейді. Кішкентай ғана бір өтінішім бар. Екеуміз жай ғана дос ретінде аралассақ қарсы емессің ба? Мама, сіздің тамағыңызға ештеңе жетпейді ол. Ау, қызым Дикош, келе ғой, тамақ ішеміз. Қызым, неге көңіл күйің жоқ? Не болды? Сен де мама да өтірікші екенсіңдер. Дигоня! қолыңды бер қып-қызыл